ертеден келе жатқан сенімдер бойынша адамның мінезі мен болмысы оның туылған жылына байланысты екен. Егер сіз осы пікірмен келісетін болсаңыз, біздің бүгінгі видеомызды жоғары бағалауға тиіссіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Видеоны бастамай тұрып, төменде тұрған подписаться батырмасын басып, ана тілі туралы контентке қолдау көрсетіп кетуге шақырамын. Олай болса, біз жолды жорамал туралы видеомызды әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші кезекте тышқан. Әділ, кең мейілімді, жомарт, жүректі және өзін-өзі басқара біледі. Әркіммен тіл табыса білетін қасиеттің арқасында таныстар жетерлік, бірақ нағыз досқа мұқтаж жан. Ақыл-ой жағынан алып бара жатқан үлкен ерекшелігі болмағанымен, алға қойған мақсатына жетпей тынбайтынына көпшілік тәнті. Олардан жақсы саудагер, жазушы, сыншы және публист шығуы мүмкін. Келесі кезекте сиыр. Алған бетіне қайтпайтын қыңыр, бірақ өз-өзіне өте сенімді жан. Бейнетке үнемі көш басынан көрінгісі келеді. Сырттай қарайған адамға сабырлы болып көрінуі мүмкін, бірақ ашуланғанда жан-жағын жайпап жіберуден тайынбайды. Ондай кезде өз-өзіне есепте бере алмайтын кездері де болып тұрады. Мүмкіндігі келсе, сиыр белсенділерді себепсіз мазалама қойған дұрыс болады. Барыс, мейірімділігінде шек жоқ. Құдайдан басқа ешкімнен қорқпайтындардың қатарына жатқызуға болады. Тереңнен ойлау біледі, сезімтал және көңіл күйдің адамы. Оған сену қауіпті, бірақ барыс жылыларының өзін ешкімге сенбейді. Жасы үлкендермен және өзінен бір саты төмен адамдармен жиі кикілжіңге түсіп қалатын сәттерде болып тұрады. Қоян жақсы сөйлей біледі, талантты, ұстанымды, тыныш, талғамы биік. Айналасындағы үнемі өзін-өзі көрсеткісі келіп тұрады. Шешім қабылдауға келгенде асығып аптықпайды. Қоян жылы туылғандар көбіне бизнесмен, заңгер, дипломат мамандықтарының шебері. Актерлік шебері де бір төбе. Содан да олардан театр мен кино саласына майталманы шығуы мүмкін. Ұлу өзгелерден өмірлік күш-қуатымен, денсаулығын мықтылығымен ерекшеленеді. Бірақ бір беткей, кез келген нәрсені бірден көңіліне алып қалады. Қызба мінезді, қоғамдағы ықпалы күшті болғандықтан да оны көбі сыйлайды. Әдетте ұлу жылдағылар карьералық табалдырықтың биігіне ұмтылғыш және көздегеніне жетпей қоймайтын бір жанды жандар. Екі жүзділік оларға тән емес, бетің бар, жүзің бар демей, ойындағыны кез келген уақытта тіке айта алады. Жылан өзінің тәжірибесіне, ақылына ғана сүйеніп, көзімен көргенге ғана сенетін адамдар, ал өзгенің қатесінен сабақ ала білетін өте ерекше мінезі бар. Адам тани алады, жолы болғыштығы сондай, қанша керек сонша ақша табуға қауқары жетеді. Бір жаманы көбінесе кейбір ойындарға қызыға түсіп, барынан жиі арылып қалатын кездері де болып жатады. Жаратылысынан адам баласына сенбейді, өзінің эмоциясын жасырып, үнемі тек күліп жүре алады. Жылқы бойында күш-қуаты тасып тұрған, олар қай кезде де көңілді. Адамдар тез баурап алатын қасиеті бар. Сол себептен де жан-жағына шуақ сыйлап жүреді. Ақшаға өте ықтиятты. Махаббаттың жолында еш аянып қалмайды. Тез ашуланып, тез басылады. Ешкімге тәуелді болғысы келмейді. Біреудің ақылына да мұқтаж емес. Тек өзінің ғана түйсігіне сенетін мықты жандар. Қой шынайы, жайдары мінезі өте талантты. Оның үстіне тұйық әрі кері тартпалығы да кездесіп жатады. Жоғары талғам иесі, өнердің әрі түріне икемді. Өзінің материалдық байлығы асып-тасып жатпаса да, жоқ-жітіктен жарылқап, жақсы сөзбен болса да жанына демеу болуға тырысады. Өмірі қандай болса, солай қабылдай алатын жандар. Мешін бүгін бір нәрсе айтса, ертең-ақ ойынан айнып шыға келетін, кейде осындай бір қасиеттері бар, бірақ ақылдылығы жағынан барлығынан асып түседі. Жолы болғыш, жоқтан барды құрастырып шығаруға өте бейім жан. Өз еркі өзінде болып үйренген, қызба мінезі де кездеседі. Кез келген мәселеден сытылып кете алады. Бірақ мешін жылғыларын ыңғайға бұрып, айтқанына көндіру оп-оңай. Жолында еш кедергі жоқ болса, биіктерден көрінуге барын салатын мықты жандар. Тауық аузын ашса, арғы жағына жүрегі көрініп тұратын ақкөңіл адамдар. Еңбек сүйгіш, батыл, ананы да мынаны да білгісі келіп жүреді. Жұрттың назарында болғанда өзін мақтағанды жақсы көреді. Ешкімге сенбейді, тек өзі дегенімен жүреді. Тапқан таянған бей-берекет жұмсап, ақыр соңында ақшасының қайда кеткенін білмей қалатын сәттері де болып тұрады.
Ит әділдікті жаны сүйетін өзінің құқығы үшін күресуге бар күшін сарп етеді. Оның материалдық байлығы қызықтыра бермейді. Қатты қажет болып жатса, жерден қазса да қаражат табады. Басқаларға мін тағып, сын айтуға бейім. Жасына жас қосыла келе ол мінезін біртіндеп басылады. Бұл жылы дүниеге келгендердің арасында мұғалімдер мен бизнесмендер көптеп кездеседі екен. Және соңғы жолды жорамалымыздың құрамында доңыз. Оларға әркез арқа сүйеуге болатын жағындар, жақсы серіктес, үлкен ақыл иесі, білім алуға талпынысы жоғары болғанымен, ұяң мінезінің кесірінен көп нәрседен құр қалуы мүмкін. Аз сөйлеп, кез келген мәселені ақылмен шешіп үйренген, ұрыс керіс дегенді мүлде ұнатпайды. Достары саусақпен санарлықтай, бірақ олар өмір бойы шынайы дос болып қала алатын жандар. Жан-жағының шашылып жатқанын оған таңсық емес, доңыз жылыларын денсаулығына бұдан да зиян келуі мүмкін екен. Құрметті оқырман, бүгінгі видео сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Осы видеода айтылған жылды жорамалдарды қатты көңіліңізге алып, ойланып қалмауға шақырамын. Себебі әр адам өз өмірінің суретшісі. Кез келген жағдайда өз өміріңізді жақсы жаққа, жақсы бағытқа бұра алатыныңызға сенімдімін. Сіздермен бірге болған денсаулық, зор байлық